Сәлем достар, сіздермен Гүлдана. Бүгін осындай өте жұмсақ болатын пух деп аталатын булочки пісіреміз. Алдымен үстіне қантымызды салып және ашытқымызды жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып аламыз. Тұз саламыз және ванильный сахар салып араластырып жұмсақ қамыр илейміз. Алдымен осылай венчикпен илеп алып, содан кейін қолымызбен жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасындағы майымызды салып, қамырымызды ары қаратай жұмсақ қылып илейміз. Осылай бетін жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ашқаннан кейін 2 бөлікке бөліп аламыз. Осындай жұмсақ қамыр болып шығады, қолымызға жабысады, оны қолдануға болмайды. Ортасына начинка қолдансаңыз да болады, болмаса осылай жесеңіздер де болады, өте дәмді шығады. Осылай орап алғаннан кейін ортасынан 2-ге бөлеміз, жартысын жауып қоя тұрамыз. Қалған қамырымызды ортасынан бөліп, домалақ форма жасаймыз. Осылай домалақ етіп аламыз, қолымыздың ұшын бүйтіп столға жақсылап, сол кезде доп-домалақ болады, жайған кезде де ыңғайлы болады. Осылай жұқалау қылып жайып аламыз. Осылай бір-біріне біріктіріп, айналдырып шығамыз. Осымен формамыз дайын, булочкамыздың бетін жауып, 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Үстіне майымыз бен сүтімізді жағып, 45 минуттай пісіріп аламыз. Бетіне май жағып жылтыратсаңыз да болады, немесе сахарный пудра қолдансаңыздар да болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуіңізді сұраймын. Сіздермен Гүлдана ас болсын.